Вау. Бір аптаның ішінде 2 рет қонақтар шақырдың. Ештеңке жоқ маған. Оларға үлкен шок. Ал қазақ халқы сізді қалай қабылдады? Кейбір апайлар, әжелер, олар біз қазақ тілін сөйлегенде олар жыла бастады. Себебі олар қатты қуанды. Алла, өзіңнің бүкіл Қазақстанға амандық пен тыныштық орнатуыңды сұраймыз. Әсіресе Қазақстандағы мұқтаж адамдарға жар болып. Қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Осы мемлекет, Қазақстан мемлекеті, әрине біз қазақ тілін оқимыз. Біз сыйлауымыз керек, Қазақстан мемлекеттік сыйлау керек, және қазақ халқы сыйлау керек. Ал қазақ тілінде ең жақсы көретін сөзіңіз қандай? Мүмкін жиен немерем 6 айдан көшіп келгеннен кейін біз қазақ тілін орыс тілінен гөрі қазақ тілін жақсы сөйлейтін болдық. Ең сүйікті қазақтың тағамы қандай? Бесбармақ жақсы көремін. Менің әйелім бесбармақ жасауға үйренді. Есіңізде бар ма осындай қызықты сәт? Мұздай қолы оған берді. Ол ішіп сосын ол спиредан жері не сен мені өлтіресің бе? Осы мұздай де екен. Жыламаңыз. Жартысы жүргеніміз Қазақстанда, жартысы Америкада. Қазақстан менің екінші отаным деп айта аласыз ба? Мен қатты сыйлаймын, жақсы көремін Қазақстанды. Астана және Алматы екі қаласы ерекшелігі ең көп дамытылған қалалары осы екі. Ерекше Астана өте ерекше керемет. Біз Америкада бізді қала жоқ Астана сияқты. Жолтай тек қазақ тілін үйреніп, сөйлеп қоймай, оны сүйеді. Қазақ тілі ол үшін қатынас құралы емес, жүректің тілі. Яғни біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз Джоэл Адамсон және оның жұбайы Энн Адамсон. Олар сіздерді таңғалдырып қана қоймайды, шабыттандырады. Кеттік, бірге танысып қайтайық. Джоэл мырзамен танысамыз. Саламатсыз ба? Кіріңіз. Танысқаныма өте қуаныштымын. Кристина. Айнур екенсіз ғой. Қош келдіңіз. Рахмет. Кіріңіз, жоғары шығыңыз. Рахмет. Сәлеметсіз бе, Жолтай? Танысқаныма өте қуаныштымын. Сәлеметсің. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай жақтан келдіңіз, Қазақстанға қалай тап болдыңыз? Рахмет, шақырғаныңа рахмет. Мен Лос-Анджелес қаласының тумасымын, әйелім де сол қалада туып өсті. Екеуміз университет қабырғасында таныстық. Кейін аспирантурада қоршаған ортаны қорғау ісіне жауапты инженер мамандығым алып шықтым. Ал жұбайым қоғам денсаулығы мамандығында білімін жетілдірді. Менің әйелім эстон қызы. Оның ата-анасы екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң Америкаға көшіп келген. Сол үшін ол Кеңес одағында өрбеп жатқан процестерге қатты қызықты. Ол өзі түбін шыққан теген отбасының тарихын білгісі келді. Алайда ол уақытта америкалықтарға Кеңес одағына құрамындағы елдерге саяхаттап бару өте қиын еді, виза бермейтін. Ол уақытта біз Лос-Анджелесте екеуміз инженер болып жұмыс істейтінбіз. Алайда 1990 жылы Қазақстанға шетелдіктерге Қазақстанға келіп, соның ішінде Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінде ашылған даярлық курсында 1 жыл қазақ тілін үйренуге мүмкіндік берілді. Сол бізді басында біз ойлағанымыз, 1 жыл окейміз, сосын қайтып келеміз деп, болашақта балаларымызға, немелерімізге Кеңес одағы туралы әңгімелеп береміз дейтінбіз. Алайда бізді Қазақстанға 1990 тамызда келіп,
қазақ тілін бір жыл интенсивный түрде оқыдық. Келесі жылы өзіміз мұғаліміміз жалдап оқуымыз жалғастырдық. Кейін бізді қайтамыз деп ойлағанда бізді жұмыс істеуге мүмкіншілік ашылды. Осы Қазақстанда, Қазақстанда, Сол бізді Қазақстан мемлекетпен консультациялық қоршаған ортаны қорғау менің мамандығым бойынша сондай жұмыс істедім келісімшарт бойынша. Содан кейін біраз жылдан кейін тағы да басқа мұнай компанияда Mobil Oil мұнай компания жұмыс жасадым Алматыда. Сосын ол ExxonMobilмен қосылып, сосын олар мені Теңгешевырға жіберді Атырауда. Сонан кейін бірнеше жыл Атырауда тұрдым, жұмыс істедім, эколог болып жұмыс істедім. Содан кейін 2004 жылы мен қатты ауырып қалдым. Америка ем-дом алу үшін Америка қайту керек болды. Қайттым, және Америкада одан да жаман ауырдым. Америкада бірнеше жыл мен қатты ауырғаным. Қатты ауырғаным сонша мен мүгедектер арбасымен жүрдім, жаяу жүре алмадым. Және дәрігерлер айтқаны, сен қайтыс боласың деп, больницада жаттым. Бірақ Аллаға шүкір, 4 жыл бұрын керемет болды. Осы бір ай ішінде бәрі жазылып кеттім осы аурудан. Бактерия ауру деген болды, бактерия ауруы. Және содан кейін, жазылғаннан кейін, біз әйелім Айныр деген, біз ағылшынша Ән, біз шешкен, біз Қазақстан қайтамыз, бізді жүрегіміз Қазақстанда қалды, бізді жақсы көреміз Қазақстанда, қазақ мәдениеті бәрі. Бізді 3 жыл бұрын қайтып келдік, бізді жұмыс істеп жатырмыз. Бізді алдын ала 13 жыл бірінші келгенім 13 жыл болды, сосын Америка 18 жыл болды, Сиэтл қаласында, Вашингтон штатта. Содан кейін 3 жыл бұрын қайтып келдік. Бәрі бірге 15 жыл болды Қазақстан ішінде тұрғанда, тұрақты тұрғанымызды сондай болды. Сіз Атырау қаласында жұмыс істедіңіз деп айтыңыз, Атырау ұнады ма сізге? Және бізді Атырау тұрған ол қанша 20 жыл бұрын бізді жұмыс істегеніміз 20-25 жыл бұрын. Және мысалы сол кезде Атырау өте бүгін сияқты емес, балшық өте көп болды сол заманда. Қазір біз Атырауға қайтқанда көп жақсы дамытылған, асфальтты қойылған жолда. Енді ол жақсы екен. Бәрі Қазақстан дамытып келе жатыр. Бірақ әрине ең Астана және Алматы екі қаласы ерекшелігі ең көп дамытылған қалалары осы екі. Ерекше Астана өте ерекше керемет. Америкада бізді қала жоқ Астана сияқты. Себебі бәрі жаңа сияқты. Америкада көбінесе қалалар ескі үйлерді, зданиялар. Бір Қазақстан, Астана ерекше, бірнеше ерекшелігі нәрсе бар Астана туралы. Қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Басында қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз? Бірінші келгенде 1990 жылы өте қиын болды. Себебі бізді бірінші шетелдендер Қазақстанда келуге бірінші адамдар келді. Бірінші самолет Америкадан шетелдендер. Және оқулықтар болған жоқ, тіпті дұрыс сөздік болған жоқ. Сол үшін өте қиын болды. Және біз орыс тілінде жақсы білген. Америкада менде бакалавр оқығанда инженер курсында бір тіл 2 жыл оқу керек. Мен орыс тілін таңдап алды. Мен 2 жыл университетте, Калифорния мемлекеттік университетте Ирвайнда 2 жыл орыс тілін оқыдым.
бірақ мына практика тәжірибе жоқ Америкада орыс тілін сөйлесуге. Орыстар өте аз Америкада. Сол үшін келгенде біздің мұғалім ағылшын тілін білмейді Казгуда. Ол тек қана орысша, қазақша біледі. Біз орысша дұрыс білмедік. Сол өте қиын, және оқулық жоқ, ағылшынша оқулық, тек қана орысша оқулық болды. Сол өте жай, біз тез қазақ тілін дамыта алмадық. Біз өзіміз сөздік ағылшынша, қазақша өзіміз жаздық сияқты. Жаңа сөз үйренген біз дәптер өзіміз жазамыз, мағынасы қандай. Және грамматика қалай екені өте қиын болды түсіну үшін. Бірақ бізді қатты ынталас болды, бізді осы тіл үйрену керек. Және кейбір адамдар олар таң қалды, неге сен қазақ тілін оқисың, неге орыс тілін оқымайсың тереңірек. Себебі, мысалы, 6 айдан көшіп келгеннен кейін біз қазақ тілін, орыс тілінен гөрі қазақ тілін жақсы сөйлейтін болдық тез. Және адамдар сол кезде Алматыда 90-шы жылы көп адамдар орысша сөйлейтін, қазақша аз сөйлейтін. Олар таң қалды. Бірақ біздің мүмкін Американың көзқарасымыз әр адамның өзі тілі білу дұрыс, және басқа адамның басқа халқы сыйлау керек. Олардың мәдениеті сыйлау керек. Мысалы, мен Лос-Анджелес тумасымын. Лос-Анджелесте Лос-Анджелес қанша 10 миллион адам тұрады. Бізде 10 миллион ішінде 1 миллион Мексикадан келген адамдар бар. Оларда ана тілі испандылық тіл сөйледі. Сол менің әке-шешем бала кезінде маған үйреткен осы испандылық адам, Мексикан адамдар сөйлегенде біраз сөз испанский тілін сөйлесу керек, амандасып, саламатсыз ба испан тілінде. Сол біздің мәдениет сондай, менің әке-шешем сондай маған тәрбиелеген басқа адамдар. Бәрі ол Америкада тұрса, Лос-Анджелес тұрса, егер Мексикадан келген адам болса, оларда өзі тіл біраз сөз сөйлесу керек. Сол біздің көзқарамыз, менталитет сондай бізді бар. Сол біз Қазақстан келген, біз осы мемлекет Қазақстан мемлекеті, әрине біз қазақ тілін оқимыз. Біз сыйлауымыз керек, Қазақстан мемлекеттік сыйлау керек, және қазақ халқы сыйлау керек. Егер Мәскеуде тұратын болса, біз орыс тілін бірінші үйренеміз. Бірақ осы Мәскеу емес, осы Қазақстан. Ал қазақ халқы сізді қалай қабылдады? Олар өте жақсы қабылдады. Ерекше біз қазақ тілін оқығаннан кейін олар өте жақсы қабылдады. Кейбір адамдар, кейбір апайлар, әжелер, олар біз қазақ тілін сөйлегенде олар жыла бастады. Себебі олар қатты қуанды сондай бізді қазақ тілін білгенде. Олар жақсы әсер етеді. Жыламаңыз. Есімде түседі сол жағдай. Қатты әсер етті. Әлі есінде. Әлі есімде, Жақсы. Жалпы Қазақстан несімен ұнады сізге? Ең басында келгенде қандай әсерде болдыңыз? Әртүрлі нәрсе бар. Мысалы, бірінші келгенде біраз нәрсе болды. Қазір заманда басқа нәрсе жақсы ұнайды. Бірінші келгенде біздің байқағаным отбасылық, себебі қазақ халқы отбасылық, туысқандар өте назар аударады, ойлайды. Және менің өзімнің отбасы біз көп біздің отбасымыз, мәдениетіміз, бізді жиі, мысалы, жыл сайын туысқандарымыз, фамилиям Адамсон, бізді бәрі көп Адамсондар жинаймыз жыл сайын Америкада бірге дем алуға. Сол жағынан
мәдениетті ұнайды. Қазір заманда әрине қазір Америкада адамдар сондай емес. Тіпті Американың мәдениеті сондай сияқты емес. Сол үшін бір қазақ мәдениеті сондай, қазақ халқы сол бізге өте ұнайды. Олар жиі кездесуге ұнайды, туысқандармен бірге кездеседі, сол бізге ұнайды. Ал қазақ тілінде ең жақсы көретін сөзіңіз қандай? Қазақ тілінде ең жақсы көретін сөзі, жақсы, сол мен ойлаған жоқ осы сұрақ туралы. Ең жақсы көретін сөзі, білмеймін. Мүмкін жиен немерем, себебі бізді жиен немереміз бар, сол бізді және такси адамдармен сөйлескенде мен айтамын, мен жиен немерем бар, олар таңқалай жиен немерем айтатын біледі деген, жиен немерем білесің бе, сондай жиен деген, сол олар таңқалады. Бірақ әрине біз сағынамыз, біздің отбасымыз Америкада. Біз жыл сайын демалысқа барамыз Америкаға. Және біздің жиен немерем көруге өте тәтті. Ол тек қана 16 айлық. Міне, фотосы. Фотомыз бізде жиен немереміз. Және біз апта сайын бізді Zoom арқылы, интернет арқылы біздің балаларымыз олар Америкада, олармен қарым-қатынас болады. Бізді 1 сағат сөйлесеміз, бір-бірімізді. Ол балам Сиэтлда тұрады, қызым балам және күйеу балам оларда Техас штаты тұрады, Аустинда қалада. Олар Қазақстанда болды ма? Олар болды бала кезінде. Оларда қазақ мектеп оқыған қызым 3 жыл Атырауда Теңізшевройл жұмыс істеген кезінде олар қазақ мектеп оқыған. Ол қызым ол тәкін жалғыз шетелден адам, жалғыз қазақ емес адам, басқа балалар бәрі қазақ балалар. Және ол кезінде ол тап-таза қазақша сөйлейтін. Адамдар телефон звондады, және ол жауап береді, олар сенбеді, ол американы, олар ойлады қазақ қыз телефонда, себебі ол акцент жоқ. Сондай болды. Бірақ олар жыл сайын олар қонаққа келеді Қазақстанға, бізге демалысқа. Және біз жыл сайын Америкаға барамыз, бірге демалысқа. Ал өміріңізде, осы Қазақстанда қызықты сәттер болды ма? Сіз жаңа айтып қойдыңыз ғой, адамдары көбінесе таңғалады. Есіңізде бар ма осындай қызықты сәт? Бізде өте көп қызықты сәт. Мысалы, бірінші келгенде мәдениет, Американың мәдениеті Қазақстанның басқаша әрине. Айырмашылығы қандай? Әртүрлі жолда айырмашылық бар. Бірақ бірінші келгенде біз білмедік Қазақстанның мәдениеті, қазақ мәдениеті, Советский Союз мәдениеті білген жоқ біз, себебі біз бірінші американдықтар осы жаққа келуге. Көп нәрсе жазылған жоқ, алдын ала дайын. Википедия болған жоқ сол кезде. Мысалы, бірінші келгенде бір қызық нәрсе болды, күлетін нәрсе. Мысалы, бірінші апта біз келгенде, Америка бірінші келгенде, тап жаңа келгенде, бір қазақ университетте ол студент болды, біз шақырған бізді бөлмеге, біз жатақханада бірінші келген, жатақханада болды Казгуда. Шақырған, біз сол күні сол жаңа адам танысып, біздің жатақханаға шақырып, біз бірге кока-кола ішеміз, біз бір бутылка кока-кола салып, және біз Америкада біз мұздай кола жақсы. Біз білмедік қазақтар, олар қорқады мұздай нәрседен. Сол бізді холодильник, біздің холодильник алын көрген жоқ, біз стакан тойып, мұздай кола оған берді, ол ішіп, сосын ол
спередан жері не сен мені өлтіресің бе міне осы мұздай де екен біз әрине мұздай біз әрқашан мұздай кола ішеміз болмайды мұздай нәрсе ішуге болмайды деп сол біз таң қалдық бірақ сол бізді бірінші сабақ болды мәдениет туралы осында қалып Қазақстанда өмір сүру жоспарыңыз бар ма? Кәдімгідей өмір сүру. Біз кәдімгідей өмір сүріп жатырмыз. Бірақ біздің жұмысымыз біткеннен кейін біз әрине әр адамның өзі туған жері жылы деп санайды. Сол әрине біз Америкада сағынамыз. Бірақ бізді Америкада 18 жыл болғанда біз Қазақстанда сағынамыз. Бізді сол негізі біз жүрегіміз екі жақта сияқты. Жартысы жүрегіміз Қазақстанда, жартысы Америкада. Және біздің балаларымыз, немелеріміз Америкада, бізді достарымыз бар Америкада әрине. Сол менің ойымша егер мүмкіншілік болса, алла берсе, бізді болашақта мүмкін жұмыс біткеннен кейін бізді Америкада, мүмкін жартысы уақыт Америкада тұрамыз, жартысы уақыт Қазақстанда тұралы. Екі жақта тұруға. Мүмкін 6 ай Америкада, жыл сайын 6 ай Америкада тұруға болады, 6 ай Қазақстанда тұруға болады. Себебі Қазақстанда бірнеше жағынан жерлердің Америкадан көрі ол жақсы Қазақстан. Көп қазақтар қазір Америка иммигрант барайын, олар арманы, Америкаға барғым келеді, өмір сүргім келеді, Америкада. Бірақ олар грин карта аламыз ба деп грин карта жатыр алғым келеді, лотерея грин карта алуға тырысамын деп. Бірақ негізі Америка проблема бар, ол жұмақ емес не Америкада, олар көп қазақтар олар түсінбеді осы нәрсе. Мысалы, Америкада бізде 350 одан да көп миллион мұттық тіркелген халқында, және жыл сайын 3000 адам атып өлтіреді көшеде. Менде бір досым, ол Сиэтлда жаяу жүріп, күндіз жаяу жүрген, және екі адамда атпен ататын, және бір оны ұрды, және ол больницада жарты жыл жатты. Сол негізі криминалды жағынан Америка қауіпті Қазақстан. Қазақстан емен-еркін жүруге болады көшеде. Ойламайсың, біреу мені атады, біреу мені ұрады. Америка адам ұру, атып өлтіру, ату өте жиі кездесетін нәрсе. Және мұны қылмыс, мысалы, машина ұрлау, Америкада статистика бойынша, мысалы, 100 мың адам жыл сайын, Америка 2-3 есе көп машина ұрлау, үй тону 2-3 есе көп Қазақстанның көрі. Сол қазір заманда Қазақстанда жақсырақ қылмыс жағынан. Бірақ 30 жыл бұрын ол сондай емес, 90-шы жылы 95-ші жылы Қазақстан біз тұрғанда өте қауіпті болды Қазақстан тұру. Мен өзім көшеде Алматыда болғанда біреу маған ұрды, және менің бәкпак ұрлаған. Және менің сол Қазақстанға бірінші келгенде сол оқиға болды, 3 айдан кейін көшіп келген кейін. Сол менің достарым сұрадым, осы сенде бәрі достарым сұрады, менде сондай бәрі сөйтіп айтқан. 90-шы жылдары Қазақстанда өте тәртіпсіз заман болды Қазақстан үшін. 90-шы жылдары сондай болды ғой. 90-ті дейміз ғой. Дұрыс. Бірақ қазір ол Қазақстан жақсы дамытылған, жақсы өзгеріс болды. Қазір тіп-тыныш өмір сүруге болады. Көп қазақтар, оларды Қазақстан жамандайды, бастықтар жамандайды. Бірақ олар жас адамдар ерекше, жас балалар. Оларды 30 жыл бұрын олар болған жоқ, олар себебі 25-20 жас адамдары, оларды сол заманда өмір сүрген жоқ. Кеңес одағы кезінде ол болған жоқ. Олар көрген жоқ қандай дамыды, қандай өтіп, нәтиже шыққанды оларды. Көбінесе балалар айтады,
себебі олар білмеді қандай жақсы жеміс шыққан Қазақстанда, қанша дамытылған. Сол 30 жыл бұрын машина жоқ, көшеде машина ашық, себебі ешкім ақша жоқ машина сатып алуға. Қазір қандай бай адамдар болып кеткен бұрыннан гөрі. Сол оларда негізі оларда шүкіршілік, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір айтуымыз керек, қандай жақсылық. Қазақстан ең бірінші мемлекеттік Орта Азияда, басқа Кыргызстан, Өзбекстан, бәрі өзбектер Қазақстан келеді жұмыс табу үшін. Кыргызстан, Қазақстан келеді адамдар. Себебі экономик жағдай жақсы Қазақстанда. Сол бізді, кішкене бізді жүрегімізді, сол көзқарасымызды, шүкіршілік, сол көзқарас, алғыс болу керек бірінші Құдайға, Аллаға, екінші біздің мана бастықтар, Қазақстанда жетілген бастықтар, осы 30 жыл ішінде бастықтар, оларды бәрі жаман емес, олар жақсы нәрсе нәтиже үшін бізді алғыс айтуымыз керек деп ойлаймын. Қазақстан менің екінші отаным деп айта аласыз ба? Иә, дұрыс, екінші отаным айтуға болады, дұрыс. Иә. Мен қатты сыйлаймын, жақсы көремін Қазақстанда. Ал сіз Америкада болғанда достарыңызға Қазақстан туралы не айтасыз? Олар сізден сұрайды ғой. Қазақстан қалай, Қазақстанда анау қалай, мынау қалай деген сияқты сұрайды ғой. Иә, сұрайды, дұрыс. Негізі мен көп адамдар Америкада Қазақстан туралы көп білмейді. Америкада көп адамдар география көп мектепте дұрыс оқымайды. Біз кейбір адамдар олар Қазақстан, ол не сияқты, Афганистан, Пакистан, бәрі стан деген, олар мүмкін білмейді қандай айырмашылық екен. Біз айтамыз қалай қатты дамытылған екен, Астана қандай, Алматы қандай, басқа мемлекеттік Азияда салыстыра қандай, біз фото көрсетеміз, ол қандай заманауи, қандай ел. Негізі бізді кішкене маркетинг сияқты Қазақстан үшін біз маркетинг жасаймыз Қазақстанға. Себебі Америкада көп адамдар, көп бизнестер, олар көп білмейді. Біздің мақсаты оларды көбірек түсіну үшін қандай. Қазақстанда бизнес үшін ашық екен, жұмыс істеуге болады. Ол тәртіпті бар, және біз айтамыз оларға салыстырғанда бірнеше жағынан оларды Америкадан гөрі дамытылған, мысалы қылмыс жағынан, және электроник жағынан, мысалы сенде Каспи бар, бәрі QR-мен сатып алуға болады. Америкада сондай емес, олар Қазақстан Америкадан гөрі сол жағынан, IT жағынан дамытылған. Америкада біз айтқанда сондай, олар таң қалады, олар білмейді, басқа мемлекеттік біздің гөрі көбірек дамытылған екені. Бізді Америкада адамдар мысалы көбірек қолмен қол ақша, қағаз ақшамен қолданады. Қазақстанда біз қолданбаймыз, бәрі Каспимен, QR-мен заттар сатып аламыз. Америка көп нәрсе, Қазақстанда көп нәрсе үйрене алады, бірақ Қазақстан Америкадан көп нәрсе үйрене болады. Екі жақтың мүмкіншілік бар, көп нәрсе үйрену, бір-бірімізден үйрену болады. Ал дәл қазір сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Дәл қазір мен Американың бизнес консалтинг компанияда жұмыс істеймін. Ағылшынша Қазақстан Consulting Solutions деген компания, қазақша аты инвестишем деген. Біздің негізі офисі Сиэтлда орналасқан, біз аффилиал ашылған Астанада, және біз келісім шарт бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Қазақ инвестпен, Қазақ инвест деген ол бір департамент министерство сыртқы істерімен. Негізі біз Қазақстанның мемлекеттікпен
көмектесіп жатырмыз, консультациялық қызмет көрсетіп жатырмыз. Біздің мақсаты, біздің компанияның мақсаты шетелден компаниялар, инвесторлар тартуға, Қазақстанның келуге, завод салуға, жергілікті жұмыс орындарды көбейтуге, экономика жағдай дамытуға. Сол бізде бірнеше жобалар айналысып жатырмыз. Мысалы, ауыл шаруашылығы жобалар дамытуға айналысып жатырмыз. Қазақ тағамдарының ішінде нені сүйіп жейсіз? Ең сүйікті қазақтың тағамы қандай? Ең жақсы көретін бауырсақ, жақсы көретін ерекше кішкене қантпен бауырсақ жесе жақсы. Бірақ менің ауырғаным, мен айтым 18 жыл Америкада ауырғаным, сол себебі олар зерттелгеннен кейін, білгеннен кейін осы тамақтан, көмірсулар тағамдардан ауырдым. Өткенішке орай Қазақстанға қайтып келгеннен кейін мен бауырсақ қазір жеу болмайды, менің денсаулығым байланысы осы бактерия ауруы, менің өткенішке орай әрине бесбармақ жақсы көремін, бір тағы да менің ауруым себебім осы қамыр, мен нан, қамыр, күріш, картоп жей алмаймын, себебі мен кето диета ұстауым керек, менің денсаулығым үшін, менің ауру байланысым осы бактерия ауруымен. Себебі егер мен сондай нан, қамыр жесем, 3 күн сайын қамыр жесем, 3 күннен кейін менің белім қатты ауырады. Бірақ ең жақсы көретін қойдың еті, сиырдың еті, жылқының етін көрі, қойдың еті жақсы көремін, және бесбармақ жақсы көремін. Менің әйелім бесбармақ жасауға үйренді, ол өте жақсы дайындайды, аспазшы сияқты болып қалды, әйелім қазақ тағамдарды дайындау. Және бауырсақ жақсы көремін. Қазақша қандай мақал-мәтелдер білесіз? 20 жыл бұрын мен бірнеше мақал-мәтел жатып алдым, бірақ Америкада 18 жыл тұрғанда үмітіп қалғаным, бір үміт болмаған бұны етке сопыр бетке деген есімде болды. Бірақ, негізі осы қазақ, ол қызық нәрсе мақал-мәтел арқылы, себебі осы нақты осы астарлы сөз және жақсы мағынасы білдіреді. Мына жас ұрпағы тәрбиелеу үшін және шындықты халқы жеткізу үшін осы өте жақсы нәрсе мақал-мәтел арқылы. Мысалы, Америкада бізді көп қолданбаймыз, Америкада мақал-мәтелдер. Бір басы ұлттарды сол қолданады. Маған ұнайды сондай сол жағынан қазақ мәдени жағы. Сіздің жолдасыңыз қазақша сөйлейді, менен гөрі жақсы сөйлейді. Қазір бірге отырып бізде әңгімелесейік, қысқаша болса да әңгімелесеміз. Ол да сізбен бірге үйренді, бірге оқыған біз. Ол мен сияқты біз екеуміз сенеміз, бізді жергіліктің тіл білгеніңіз дұрыс деп санаймыз. Ол әйелдермен кездеседі, қазақ әйелдермен кездеседі. Әйелімді ол жаяу жүру, денсаулық үшін ол өте ұнайды. Ол күн сайын 2-3-4 шақырым жаяу паркте әртүрлі жолда жүреді. Және ол қазақ оның достар, әйел достарымен олар бірге жаяу жүреді Астанада. Астанада өте жақсы жерлері бар, мына өзен бойы, паркте көп. Бізді тұратын жер Америкада бір еміртенде бізді онша көп жақсы жаяу жүретін жер онша көп емес. Көп бізді жолда, мысалы, осы Астанада бәрі жолдар үлкен, кең, байтақ жаяу жүретін ағылшынша sidewalks жолдар.
біздің үйіміз Америкада Бремертон, Сиэтл қасында, оларда өте аз. Бізді жол ішінде жаю керек, себебі олар бөлек жаю жерін жол олар жасалған жоқ. Сол Қазақстан тағы бір мысалы жақсырақ дамытылған. Америка біздің туған ауылымыз Бремертоннан гөрі. Достарыңыз көп пе? Иә, маған жетеді. Кейбір адамдар оларға көп достар керек, ал маған 1, 2, 3 жақын достар маған жетеді. Ең жақын досыңыз бар ма? Бар. Ол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Қазақтар қонақжай халық. Және менің жолдас қыздарым, олар да солай қазақ сияқты. Олар көп, мысалы мен 2 апта бұрын ауырдым ковидпен, және бір досым маған бізге көп жидік жіберді, құлпына таңқырай, жаңғырақ жіберді маған. Денсаулығым үшін, және мен таң қалдым, және маған үлкен қуаныш болды мысалы. Ол мен туралы ойлады, көп жіберді маған. Жақсы достарым бар. Жақсы. Ал қазақ тілі сіз үшін қиын болды ма? Сіз әп-әдемі қазақ тілінде сөйлеп отырсыз. Рахмет. Әрине қиын болды. Грамматика бізге қиын. Қандай қиындықтар болды? Грамматика кейін? Және кейбір әріптер айтуға, бізде Америкада сондай әріптер жоқ, сондай үйренуге қиын. Сіз қазақша етті жақсы дайындайды екенсіз? Кім үйретті? Біздің көршіміз Алматыда. Себебі біз сол кезде жаңадан келгенде, біз басқа адамдар қонаққа шақырдық, және мен Американ тағамдар бердім оларға. Сосын бірақ олар өте аз жеді. Дәмді деді. Бірақ тек кішкене ғана жеді. Сосын көршімізден сұрадым. Неге біздің қонақтар, олар менің тамағым жемейді? Сосын ол сұрады менен. Қандай тамақ бересіңдер? Мен айттым, американдық тамағым. Ол айтты, проблема сол. Мәселе сол. Сен 5 пармақ беру керексің алдын ала. Олар бірінші келгенде. Мен айттым, мен білмеймін қалай оны дайындауға. Сосын ол айтты, мен саған үйретемін. Үйрендім, және әр қарай 5 пармақ беруге бердім. Және қызық осы көршіміз, ол қазір Канадада тұрады. Және мүмкін 2 ай бұрын қайтадан оны мен Инстаграм арқылы бір-бірімізді көрдік. Есімде түсті қалай ол мені үйретті. Қазақстанда сізге не ұнайды? Қазақ мәдениет, мен айттым, қазақтар қонақжай халық. Маған ұнайды. Американдықтар сондай қонақжай адамдар емес. Сіз қазақ болып кеткенсіз ғой. Әрине, біз көп қонақтар шақырамыз. Маған қиын емес, оңай нәрсе қазір. Бірақ, мысалы, достарым Америкада айтсам, қонақтар бүгін келеді, 2 аптадан кейін келеді. Жолдайдың жұмыс арқылы олар келеді. Сосын олар айтты, вау, 1 аптаның ішінде 2 рет қонақтар шақырдың.
ештеңке жоқ маған. Оларға үлкен шок. Мысалы. Қазақ халқына айтарыңыз. Не айтайын ба? Қазақ халқына дамытуға әрі қарай осы жақсы жерлерді жоғалтпау үшін, мысалы, отбасылық, кейбір қазақтар олар маған айтты, 30 жыл бұрын біз көбірек отбасылық қарым-қатынасты тығыз байланыс болатын. Бір қазір заманда бізде уақыт жоқ. Негізі өткенішке орай кейбір жақсы нәрселерді қазақ мәдениеті жоғалтып Европа сияқты болып кетіп бара жатыр. Ол өткенішке орай олар сақтау керек сол жақсы жерлерді, отбасылық сыйлау, әке шеше сыйлау, бірігіп жиі кездесу, сондай әрі қарай жасау керек. Және Европа сияқты кейбір қазақтар, мен Америка сияқты болғым келеді. Біз Қазақстан Европа сияқты, Америка сияқты болу керек. Негізі Америкада және Европа көп жаман жерлерде бар, сол керек емес сондай жамандар. Жақсы нәрсе әрине алыңыз, бірақ жаман жерлерді сақтамау керек, сондай болмасын, сондай сияқты. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.